Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше болып шығатын маш палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауын басып қойды ұмытпаңыздар. Менің даусыма мән бермеңіздер. Кішкене тұмау болып тұрған екен, даусым кішкене өзгеріп тұр. Сонда да сіздерге видеоға рецептпен бөлісейін дедім. Қызып тұрған майымызға пиязымызды, картопымызды салып қуырып, оның үстінен аздаған томатымызды салып, оның үстінен суымызды құйып, осылай бір кесе машымызды салып алатын боламыз. Маш салғаннан кейін міндетті түрде біліңіздер, маш салғаннан кейін тұзды салмаймыз. Маш жарылғаннан кейін ғана тұз салынады. Егер де маш жарылмай жатып, маштан кейін сразу тұзын салатын болсаңыздар, маштарыңыз кеш жарылатын болады достар. Осылайша машымыз жарылып, таза пісіп шыққаннан кейін оның үстінен дәміне қарай тұзымызды салып, және бір кесе жуып тазартылған күрішімізді салып, әрі қарап бір араластырып, тағы да қақпағын жауып, жоғары отта тұрады. Тағы да бір 5-10 минут күткеннен кейін біздің тамағымыз пісіп дайын болады. Арасында тамағымызды қозғап тұруды ұмытпаймыз, себебі астына жабысып қалуы мүмкін. Арасында тамағымызды ашып, арасында қозғап тұруымыз керек. Тұзды еш уақытта маш салғаннан кейін барып салмаңыздар. Даусым өте не болып тұр, айып етпейсіздер. Дәл осылай бізде маш палауымыз міне дәл осылай дайын болады. Енді осыны бір-екі қозғап, астын ең пәс отқа қойып, сүзіп балаларыңызға бере бересіздер. Әр жерде бұл тамақты әртүрлі айтады. Маш палау, машауа деп, бізде машауа деп айтады. Сіздерде қалай айтады? Комментарийіне жазып бөлісіп кетіңіздер. Рецепті жоғалтпас үшін каналыма